Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шоколадный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жұмсақ болып шығады, өте керемет болып шығады. Ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Бір жұмыртқаны жарып аламыз. Араластырамыз. Оның үстіне қалағаныңызша күмішкер салуға болады. Жақсылап ағарғанша араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. 2 ас қасықпен какао саламыз. 1 бокал айран құямыз. Бір шай қасық сода саламыз. Ас қасықпен 10 қасық ұнтақ жармасын саламыз. 100 грамм ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтық масса шығады. Алдын ала қыздырылған 220 градустағы пешімізге 30 минутқа саламыз. 30 минуттан кейін піскенін ағаш таяқшасымен тексеретін боламыз. Піскен соң жақсылап суытып алып, үстіне сгущенка құйып холодильникке саламыз. Бетіне кез келген жеміс-жидекпен оформлениесін жасауымызға болады. Сау болыңыздар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Кездескенше.